894 есеп. Бұл есеп бұрынғы осының алдындағы есептен кішкене күрделірек. Шығарып көрейік. Бізде дөңгелек 3 секторға бөлінген дейді. Міне дөңгелегіміз берілген болса, оның центрі O нүктесінде болса, 3 секторға бөлінген деген сөз. Осы дөңгелекті 3 секторға бөлдік деген сөз. Міне 1 сектор, міне 2 сектор. Ал 3 сектор қайда десеңдер, 3 сектор мынау. Сонда мынау 1 сектор, мынау 2 сектор, мынау 3 сектор болады. Бізде айтып тұрғаны 1 сектор мен 2 сектордың бұрыштары 52 және 86 градус дейді. Мына жер 52 градус болсын, мына жер 86 градус болсын. Мынау қате, әрине, өйткені ол бұдан үлкенірек болып көріну керек, 90 градусқа жақынырақ болу керек, бірақ шамамен осылай салайық, есептің мағынасын түсіну үшін. Енді бізге үшіншісін табу керек. Біз білетіндей, мына жердің толықтай, мына бұрыштың толықтай қанша градус алатынын білу үшін бұл 360 градус болады. Мына толықтай О бұрышы бұл 360 градус. Енді бізде мына жер толықтай 360 градус. Бізде оның 52 градусы бірінші бұрыш және 86 градусы екінші бұрыш. Сонда қалған бұрышты табу керек. Оны табу үшін 360-тан мына екі бұрышты алып тастаймыз. Сонда бізде қалған бұрышымыз ол жаңағы үшінші бұрышымыз болады. Азайтайық, 360-тан 52 азайтамыз 86-ны. 10-нан 8 азайтқан кезде бізде 2 қалады. Мына жерде біреу алдық. 15-тен 5-ке 8 қосқанда 13. 15-тен 13 азайтатын болсақ, бізде 2 қалады. Мына жерде 1 болады. Сонда 122 градусқа тең екен. Мына үшінші бұрышымыз 122 градусқа тең екен. Алтыншысын шығарып көрейік. Алтыншысы бұл тағы да 360 градусына толықтай. Оның бірінші бұрышы 180, екінші бұрышы 100 болса, үшінші бұрышты табу керек. Сонда 360-тан біздер 180 градусты азайтып тастаймыз және 100 градусты азайтып тастаймыз. Сонда бұл 280, 360-тан азайтқанда 80 градус болып шығады. Енді 895 есепті қарайық. Мына жерге шеңбер сызайық. Енді арасындағы бұрышы 180, 90, 45, 135 градус болатындай екі радиус жүргізіңдер дейді. Бұл деп тұрғанымыз бізге бір сектор салып, соның бұрышы 180 градус болатындай қылып салыңдар дейді. 180 градус болады деген сөз, бұл екі радиус жүргізілді деген сөз. Бұлай бір радиус, бұлай екінші радиус. Мынау жазық бұрыш болғандықтан, бұл бізде 180 градусқа тең. Мынау бір түзу болады. Ортасынан өтетін бір түзу болады. Бұл түзуді біздер не деп атаймыз? Бұл түзуді біздер диаметр деп атаймыз. Мына жері бір радиусқа тең, мына жері бір радиусқа тең. Толықтай бұл диаметр деп аталады. Және бұл 180 градусты алып жатыр. Екіншісі 90 градус дейді. 90 дегеніміз мына жерден біздер былай тіке алатын болсақ, мына бұрышымыз 90 градус болатын болса, бізде мынау мен мынаның, мына қабырғаның ортасы 90 градус болады. Үшіншісі 45 градус дейді. Бұл дегеніміз мына 90 градусты дәл 2-ге бөліп тұратын бұрыш. Бұны транспортермен сендер нақты өлшеп сала аласыңдар. Мына бұрышта 45 градус, мына бұрышта 45 градус болады. Үшіншісі 135 градус болатындай дейді. 135 дегеніміз бізде қанша? 135 дегеніміз бұл 90 қосылған 45. Міне, бізде 90, мына бұрышымыз бізде 90 градус, және мына бұрышымыз бізде, мына кішкентай бұрышымыз 45 градус. Екеуін қосатын болсақ, мына бұрышымыз бізде 135 градусқа тең екен. Мына жерде әріппен белгілеп шығайық. А, О, Б, С, Д болсын. Сонда бізде А, О, Б бұрышы 180 градусқа тең болады. Мына жазыңқы бұрыш. Д, О, Б бұрышы бізде 90 градусқа тең болады. Одан кейін Б, О, С бұрышы
БОЦ және СОД бұрыштары бұлар да 45 градусқа тең болады. Иә, өйткені бұл мына 90 градустың дәл екіге бөліп тұрғаны. Оны биссектриса деп атайды, оны кейінірек өтесіңдер. Дәл екіге бөліп тұрғандықтан бұл 45 градус және мына жағы 45 градустан болады. ДОБ 90 градус болса, бізде АОД да 90 градус болады. АОД бұрышы да 90 градус болады. Және соңғысы бізде қай бұрышы 135 градус? Ол АОЦ бұрышы 135 градусқа тең. АОЦ бұрышы бізде 135 градус. Өйткені бұл бізде АОД бұрышы қосылған ДОЦ бұрышы. Бізде міне АОД бұрышы мына жерде бұл 90 деп алдық біздер. Және ДОЦ немесе СОД бұрышы 45 градус деп алдық. Сонда 135 шығады.